Қайырлы күн ағайын. Тауларға қарасам мына бір аңыз есіме түсіп кетеді. Жолыңыз түсіп, Жетісу өңіріндегі Текелінің тауларына барсаңыз, Шажа деген өзенді бойлаңыз. Сол Шажаның бойынан ұзын ақ сілемі бар тау көрсеңіз, Қыз құлаған деп ойлаңыз. Неге ол Қыз құлаған деп аталған? Соны түсіндіріп өтейін. Өткен заманда бір-біріне ғашық болған Дәуренбек пен Айша қыздың қайғылы махаббатына осы жер куә. Көзі жақұттай жарқылдаған, қос бұрымы тобығына түскен, білегі шажада шоршыған балықтай, сөйлесе аузынан маржан төгілген, сұлу Қайша қыздан дәмелі, селдір сақалды, бетін әжім басқан таяққа әзер сүйенген балдырған шал мен әкесінен қашқан қос ғашық орманның ішіне енеді. Дәуренбек орманның ішінде өртеніп, қызына қаһарлы әкесі, анау асуға апарып, үстінен 1000 қой апарып, айдап өтіңдер, өлсе сүйегі сол жақта қалсын деп әмір етеді. Қайша қыз аман қалады. Ол балдырған шалға: «Ей қуғақбас, әкеме сәлем айт. Ақ сұңқарға сақтаған ақ етімді құзғынға шұқытпақ болғанын екі дүниеде кешірмеймін. Қос жарық дүние» деп тау жиегіне шауып қарғып кетеді. Жаңағы сілем ат пен қыздың таудан домалаған ат пен қыздың ізі екен. Қызылауыз жайлауына жетсеңіз, жайдақ асу көрінер. Ол Беласар, одан ары атақты Қызбел. Қайша сұлу 1000 қойдың тұяғынан аман қалған жер. Қызбелден соң алдыңнан Дәуренбектің орманы шығады. Сырласып көріңіз. Діңін күйік шалған қарт қарағайлар махаббат аңызын айтып берер.